Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сыяма айтыңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Бұл бір ғана адамның өмір баян емес, бұл бүтін бір әулеттің бастауы. Бүгінде Жыңғылбайұлы Әбдіқадыр атамыздың туғанына 100 жыл, Айтбек қызы Құлқаныс апамыздың туғанына 90 жыл. Бір-біріне тірек болған екі жанның тарихы талайға үлгі болар, өнегеге толы қос ғұмыр. Жыңғылбайұлы Әбдіқадыр 1926 жылы 9 мамырда Созақ ауданы Молотов колхозында дүниеге келген. Сызған орта мектебінде 7 жылдық білім алып, сол совхозда тыл жұмыстарын атқарған. 1944 жылы 18 жасында армия қатарына алынып, соғысқа аттанды. Момышыл айтқан ғой, соғысқа барған адам өлем деп бармайды, біреуді өлтірем деп барады. Өйткені оны өлтірмесе, ол сені өлтіреді. Ол жаппай қаптап келеткен адам екі жақта атса да бір-бірін аямайды. Дәлдеп дейді сығаламаса да әйтеу артып жатады ғой. Оның не бір сұмдығы болады. Әдеугіні мен толғандым, көрсетті бірінші Белорусский фронт мынау Жуков басқарған. Сол Жуковте болдық, сол алды берілді. Екісі күні біз алдық, сонда кіргенді көрсетті. Жуковтың қазір ордыны шықты. Не бір біздің балалығымыз өтіп өліп кететіндей моментіміз болды. Бірақ осы тұздамыз шығар біздің өз елге аман-есен келгеніміз. Мына балалардың, қыздардың өмір сүретін Алла Тағаланың жазғаны шығар. Сіздер менен бұлай отыратын сұхбат шығар. Соныменен біз аман-есен мынау келдік. Атамыз өз айтқандай артиллерия бөлімінде барлаушы болған. Бірінші Беларусь майданына соғысқа қатысып, фронт командирі Жуков пен Берлин қаласын алуға қатысқан. Соғыс аяқталғаннан кейін Германияда тыныштық орнату үшін арнайы отрядта қалып, 1950 жылы елге оралған. 1951-53 жылдары Созақ ауданы орталығында жинақ кассасында инспектор, ақша бөлімінде аға есепші болып жұмыс атқарған. 1953 жылдан бастап Кентау қаласында Мырғалымсай руднигінде хатшы болып қызмет атқарып, 57-63 жылдары Кентау қаласының біріккен комиссариатында аға есепші, қалалық ДПО мекемесінің төрағасы болған. 1964 жылы Жартытөбе совхозында инженер-технолог, 74 жылдары орталық қойма меңгерушісі болып жұмыс атқарған. 1987 жылы совхоз басшыларының өтінішімен директорының орынбасары болып жұмыс атқарып, 66 жасында зейнеткерлікке шыққан. Әбдіқадыр атамыз елдің саяси қоғамдық өміріне белсене араласып, елдің әл-ауқаты мен мәдениетін көтеруге мол үлесін қосты. 1991 жылдан бастап Жартытөбе ауылының билер алқасының төбе биі, ардагерлер кеңесінің төрағасы қызметтерін атқарған. Ұлы Отан соғысы ардагері Әбдіқадыр Жыңғылбаевтың еңбегі мемлекет тарапынан 12 рет орден және медальдармен бағаланды. Елге жасаған елеулі еңбектері үшін құрмет грамотасы, ел ұйытқысы номинациясы, облыс әкімінің грамотасы сынды марапаттар мен Созақ ауданының құрметті азаматы атағы берілген. Ал енді біздің міндеттеріміз келешектегі жастарға жақсы үлгі беріп, жақсы өмір сүретіндей жағдай жасауымыз керек. Бейбіт елде сән болады, сән болған жолда ән болады, бұзық елде дау болады, даудың арты жау болады дейді. Біз сол жаулыққа апармай, жаңағындай ән менен сән болуға осы жастарды тәрбиелеуіміз керек. Әбдіқадыр атамыздың жары Айтбек қызы Құлқаныс 1936 жылдың 8 наурызында дүниеге келген. 1955 жылы Құлқаныс апа 19 жасында Әбдіқадыр атамызға тұрмысқа шығып, жастық шағынан басталған бұл отау жарты ғасырдан асқан баянды ғұмырға айналды.
Ал енді жаңа біреулерді айтып жатыр. Біздің мынау кемпірді қалап алған шығарсыз, анақа, мынақа деп. Әрине, бұл еңбегі ерен бағалай білсек. Бұл кісілердің істеген тірлігі күннің пәлен уақытына шейін баланы ана мейманды күтіп, 2-3-те жатсақ, бала сонда бесіктің үстінде баланы емізіп ұйықтағанын қалай көрдіңіз? Әбдіқадыр атамыз бен Құлқаныс апамыз туыс бауырларының, талай алыс жақындарының оқуға түсуіне, жұмысқа орналасуына, өмірден өз жолын табуына қолдау көрсетіп, әулеттің амандығын ойлайтын, кеңдігі жарасқан текті жандар еді. Әбдіқадыр атамыз 2012 жылы 86 жасында дүние салды. Құлқаныс апа 2014 жылы 78 жасында өмірлік серігінің артынан аттанды. Екеуінің бір шаңырақ астында өткізген 57 жылдық ғұмыры береке мен өнегеге толы болды. Адам ұрпағымен мың жасайды. Бір-біріне тірек болған ата-апамыз 10 перзент тәрбиелеп өсірді. Олардан тараған 38 немере, 59 шөбере бүгінде өсіп-өніп, әрқайсысы өз алдына бір-бір шаңырақ иесі болып, әулеттің тамырын тереңге, бұтағын кеңге жайып отыр. Бұл Әбдіқадыр атамыз бен Құлқаныс апамыздың ең үлкен байлығы, ең үлкен мұрасы. Ал енді құрметті көпшілік, мынау шын пейілменен өзіміздің мына колхоздың басшыларына сөйле, өзімізде бөлінген барлық жанұялардың өте алғысымды айта отырып, оларға бақыт тілеймін, үйлеріне қуаныш тілеймін. Ал мынау енді алыстан Алматыдағы балаларым келіп жатыр, Шымкенттегі балаларым келіп жатыр. Бәріне де Құдай менің жасымнан да көп жас беріп, мен сияқты балаларым аман есен өндіріп, өсіріп, елге қызмет болсын деп тілеймін. Осы отырған барлық халықтарға үлкен күштеріңізде ұзақ өмір, зор денсаулық,